Олар, яғни Мекке мүшриктері, Алланы былай қалдырып, әйел атауларымен аталатын бірқатар меңіреу пұттарға жалбарынып сыйынады. Сөйтіп олар күпірлікте табандаған қасарыспа шайтанға жалбарынып сыйынған болады. Сол шайтанға Алланың лағнеті жаусын. Кезінде ол Аллаға ант етемін, сенің құлдарыңнан өзіме тиесілі үлесімді алмай қоймаймын. Ант етемін, оларды тура жолдан тайдырамын, һәм оларды қол жетпеске ұмтылдырып, жеткізбейтін желік үмітпен алдаймын. Сондай-ақ олар менің бұйыруыммен пұттарға арнап құрбан шалу үшін өздеріне харам еткен малдардың құлағын кесіп, ен салатын әрі Алланың жаратқанын өзгертетін болады деп ант су ішті. Ендеше кімде-кім Алланың орнына шайтанды дос тұтса, шүбәсіз анық зиянға ұшырағаны. Алайда шайтан адамдарға еш нәрсені күштеп істете алмайды. Ол адамдарға тек құрғақ уәде береді, һәм жеткізбейтін желік үмітпен алдайды. Шайтан оларды тек алдап соққаннан басқа қайбір жетіскен уәде береді дейсің. Міне сол шайтанның да оған алданып сағым қуған бейбақтардың да ақыр соңында барып паналайтын жері жаһанам. Әрі олар ол жерден құтылудың ешбір жолын да амалын да таба алмайды. Ал иман келтіріп игілікті істер істегендерді ішінде мәңгі қалып бақытты ғұмыр сүретін, жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземіз. Бұл Алланың хақ уәдесі. Алладан асқан шыншыл бар ма? Алланың хақ уағдасы болған осынау жұмаққа кіру мәселесі сендер қиялдағандай немесе кітап иелері қиялдағандай емес. Алланың алдында барлық адам һәм барлық қауым бірдей. Ақиқат біреу ғана. Кімде-кім жамандық жасаса, жазасын тартады. Әрі Алладан басқа өзін жазадан құтқаратын қамқор дос та, қол ұшын берер медеткер де таба алмайды. Мейлі ер, мейлі әйел болсын, кімде-кім кәміл мүмін ретінде Алла бұйырғандай түзу, пайдалы және өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер істесе, міне солар жұмаққа кіреді. Әрі мысқалдай да әділетсіздікке ұшырамайды. Игілікті істер істеп, жан тәнмен бір Аллаға тәсілім болған және жалған сенімдерден айырылып, пәк жүрек таза ниетпен бір Аллаға ғана иман келтірген күйде Ибрахимнің хақ дініне ерген адамның ұстанған діннен артық дін бар ма? Алла Ибрахимді сырлас дос тұтқан еді. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір Аллаға тиесілі. Алла шексіз ілім һәм құдіретімен барлығын толық қамтушы. Уа Мұхаммед, олар сенен әйелдер жайлы патуа сұрайды. Былай деп айт. Олар жайлы патуаны Алла сендерге Құранда беруде. Сондай-ақ сендерге осынау кітапта махрын бермей-ақ некелесіп алғыларын келген жетім әйелдерге, әлжуаз бишара балаларға және жетімдерге әділ болулардың керектігі жайлы үкімдерді қамтыған аяттар оқылуда. Естерінде болсын, кімге қандай жақсылық жасасаңдар, шүбәсіз Алла оны біледі. Егер қандай да бір әйел күйеуінің өзіне салқын қарап, жұбайлық міндеттерін лайықты түрде орындамауынан немесе өзінен сырт айналып кетуінен қорқса, онда бір амалын тауып екеуі өзара келісімге келу арқылы жарасатын болса, яғни әйелі күйеуінің көңілін табу мақсатында алған мәһрінен яки өзіне тиесілі басқа да дүниеден күйеуіне тарту таралғы берсе немесе басқа да жақсылықты жасаса, мұны істеген әйел де, әйелінің берген алған ер адам да екеуі де күнә арқаламайды. Өзара келісімге келіп жарасу хайырлы іс. Задында нәпсі атаулының бәрі саран һәм өзімшіл келеді. Ендеше, ей ер адамдар, егер өзімшілдікке салынбай әрдайым Алланы көріп тұрғандай, немесе оның өздеріңді үнемі бақылап көріп тұрғанын біліп, игілікті істер істесеңдер, әсіресе әйелдерінің хақысын беру мәселесінде тақуалық танытсаңдар, біліп қойыңдар. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар.
Уай ер адамдар, қанша жерден тырысып бақсандар да, әсіресе жақсы көру, ұнату сынды пенденің ырқына көнбейтін жүректегі сезімдер тұрғысынан алғанда әйелдерінің бәрін бірдей жақсы көріп, бәріне бірдей әділ бола алмайсыңдар. Ендеше әйелдердің біреуіне ғана көңіл бөліп, енді бірін тірі жесір етіп жіпсіз байлап, екі ортада қалдырмаңдар. Егер әйелдермен әрдайым мәмілеге келіп, араларындағы келіспеушіліктерді әділ шешіп отырсаңдар, һәм әйелдеріне әділетсіздік жасаудан барынша сақтанып, тақуалық жолын таңдасаңдар, шүбәсіз Алла ғафур. Құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Ал егер ерлі зайыптылар жарасып өмір сүруге қанша тырысып баққанымен еш нәтиже шығара алмай ақыры ажырасатын болса, онда екі жақта жалғыз қалып таршылық көреміз деп уайым жемесін. Алла олардың екеуін де кеншілігіне бөлеп жарылқайды, бір-біріне кіріптар етпейді. Алла уасих, өте кен, хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір Аллаға тиесілі. Расында біз сендерден бұрын илахи кітап алған кітап иелеріне де, сендерге де Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтанып тақуалық аясында өмір сүріңдер деп бұйырған едік. Ал егер соған қарамастан Алланы танымай, күпірлік қылсаңдар, біліп қойыңдар, күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе шүбәсіз бір Аллаға тиесілі. Алла ғани, бар байлықтың иесі, еш нәрсеге, ешкімге әрі ешкімнің құлшылығына да шүкіршілігіне де мұқтаж емес. Хамид, бар мадах пен мақтауға әбден лайық. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі бар нәрсе бір Аллаға тиесілі. Алла өзіне арқа сүйеп, сенім артқан құлдарына қамқоршы, һәм сенімді өкіл ретінде әбден жеткілікті. Уа адамзат, егер Алла қаласа бәрінді ізім ғайым жоқ қылып жер бетінде басқаларды әкелер еді. Бұған Алланың құдіреті толық жетеді. Кім-де-кім бұл дүниенің қызығы мен нығметін қаласа біліп қойсын. Бұл дүниенің де, ақыреттің де бар қызығы мен нығметі Алланың дәргейінде. Алла самих, бәрін естуші, басир, бәрін көруші, яғни құлдарының айтқан сөздер мен істеген істерін бәрін естіп көріп тұрады. Уайымай келтіргендер, Алла разылығы үшін куәлікке жүргенде тіпті өздерінің, ата-аналарының және туған-туыстарының зиянына болса да, қара қылды хақ жарған әділ болыңдар. Біреуге жақтасып немесе қарсы куәлік еткендерінде мейлі бай, мейлі кедей болсын, туралықтан таймаңдар. Өйткені Алла байға да кедейге де сендерден әлдеқайда жақын, яғни екеуінің де жай күйін сендерден анағұрлым жақсы біледі. Сондықтан да нәпсіге еріп, әділдіктен ауытқып кетпеңдер. Егер куәлікке тартылғандарында тілдеріңді шайнап, міңгірлеп дұрыс куәлік етпесеңдер, немесе куәлікке жүріп шындықты айтудан бастарында Алла қашатын болсаңдар біліп қойыңдар. Алла сендерді не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар. Уайымай келтіргендер, Аллаға, пайғамбарларына һәм пайғамбарларына бірте-бірте түскен кітапқа, сондай-ақ бұрын түсірген илахи кітаптарға лайықты түрде иман келтіріңдер. Кім-де-кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына және ақырет күніне иланбай күпірлік қылса, онда шүбәсіз хақ жолдан мүлдем алыстап, қатты адасқан болады. Расында иман келтіріп, содан кейін күпірлік қылып, содан кейін қайта иман келтіріп, кейін қайтадан күпірлік қылып, кейіннен күпірлігін одан сайын арттыра түскендер бар ғой. Алла оларды әсте кешірмейді, һәм еш уақытта тура жолға салмайды. Онда екі жүзділерді жан төзгісіз азаппен сүйіншіле.